Рум сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Әбу Сағид былай дейді: Бәдір күні римдіктер ирандықтарды жеңді. Бұл жеңіске мүминдер де қуанды. Осыған байланысты әлиф, ләм, мим, румдықтар жеңіліс тапты. Арабстанға ең таяу жерде жеңіліс тапты. Алайда олар осы жеңілістен кейін жеңіске жетеді. Бірнеше жылда, яғни ары кетсе 9-10 жылда жеңіске жетеді. Әр істің һәм оқиғаның алдында да, соңында да бар билік бір Аллаға тән. Сөйтіп, румдықтар жеңіс туын көтерген күні мүміндер қуанышқа бөленеді деген аят түсті. Түсіндірме. Осы аяттар Меккеде түскен еді. Жоғарыдағы риуаят Бәдір күні түскен секілді берілген. Сол себепті риуаяттағы түсті сөзі хадисті түсіндірушілер тарапынан оқылды деп түсіндірілген. Яғни Бәдір соғысы тұсында римдіктердің ирандықтарды жеңгені жайлы хабар жетеді. Мүміндер бұл жағдайға қуанып, жоғарыда берілген аяттарды оқиды. Тәпсіршілердің айтуы бойынша, бұл сүре мұсылмандар сонау Меккеде болған кезде, пайғамбарлықтың 5-ші жылы, 613 жылы басталып, 616 жылы Византияның жеңілісімен аяқталған Иран-Византия соғысына тоқталады. Сол дәуірдің екі ұлы империясы Византия мен Иран арасында өткен осы шайқасқа меккелік мүшриктер ерекше алаңдаған. Нәтижесінде әхіл кітап саналған византиялықтар жеңіліске ұшырағанда мүшриктер қуанып, мұсылмандар мұңайған еді. Мүшриктер: сендер мен христиандар әхіл кітапсыңдар, бізбен ирандықтар үммейміз, әхіл кітап емеспіз. Біздің бауырларымыз сендердің бауырларыңды жермен жексен етті, біз де сендерді құртамыз деп келемеждеген еді. Міне, осы келемежге байланысты осы аяттар түсіп, мұсылмандарға жұбаныш әкелді. Риуаят бойынша Әзірет Әбу Бәкір келеке еткендерге барып, бірнеше жыл ішінде византиялықтар ирандықтарды жеңетінін айтады. Сол күнгі шарттар бойынша бұл мүмкін емес еді. Византиялықтар Сирия, Анадолы және Мысырдан айырылып жерлерін ирандықтар басып алған еді. Мүшриктердің көсемі Убай ибн Халаф Әзірет Әбу Бәкірмен бәстеседі. Бірнеше жыл ішінде византиялықтар жеңетін болса, Әзірет Әбу Бәкірге 10 түйе беретін болады, ал жеңілетін болса, 10 түйе алатын болып бәстеседі. Болған жағдайда ардақты пайғамбар, саллаллаху алейхи уә сәлем, естіген кезде, Әзірет Әбу Бәкірге түйе санын арттыруға әрі жеңіс күнінің уақытын созуға кеңес береді. Осылайша түйе саны 100-ге, болжалды жеңіс күні 9 жылға шығарылады. Өйткені аяттағы фи бидғи синин сөзіндегі бидғи сөзі 3-тен 9-ға дейінгі аралықты білдіреді. Аятта айтылғандай, 616 жылы таза жеңіліс тапқан византиялықтар 622 жылы қарсы шабуылға көшіп, 623 жылы жеңе бастайды. Ақыр соңында 625 жылы толық жеңіске жетеді. Осылайша византиялықтар жеңілістен кейінгі 7 жылдан кейін, соғыстың 2-ші жылында жеңіске жетеді. Олар жеңген тұста мұсылмандар да Бәдірде жеңіске қол жеткізеді. Хадисті түсіндірушілер византиялықтардың ирандықтарды жеңген уақытының Бәдір күніне тұспа-тұс келуін назарға алып, Меккеде бірнеше жыл бұрын түскен аяттың бір мұғжиза ретінде мұсылмандардың жеңісінен де хабар бергенін айтқан. Яғни аяттағы сол күні мүміндер Алланың жәрдемімен қуанышқа бөленеді сүйіншісін сол күні мүміндер Бәдірде Алланың жәрдемдеміне қуанатын болады деп топшылаған. Сонымен бірге Алла византиялықтарға көмектесіп, мүміндер де кең тыныс алатын болады деген мағынада шығады.